Қайырлы күн достар, бүгін муравейник пісіреміз. Осы рецептпен жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Ең бірінші жұмыртқамызға қантты қосып, миксермен жақсылап араластырамыз. Тұз қосамыз. Ерітілген сары майды қосып жақсылап араластырамыз. Енді содамызға шамалы уксус қосып сөндіріп қосамыз. Ұнымызды қосып, қамырымызды илейміз. Осындай жұмсақ қамыр болып шығады. Дайын қамырымызды видеода көрсетілгендей бөліктерге бөліп аламыз. Енді целлофановый мешочекке салып, тоңазытқышқа кем дегенде 30 минутқа қоя тұрамыз. Салқындаған қамырымызды ет тартқыштан өткізіп аламыз. Енді 180 градус қызып тұрған пеште қызарғанша пісіріп аламыз. Барлық қамырымызды толықтай пісіріп, суытып аламыз. Енді ерітілген сары майымызды қосамыз. Сгущенка қосамыз. Бәрін толықтай жақсылап араластырамыз. Міне муравейнигіміз дайын болды. Өте дәмді болып шығады, жасап көруге кеңес беремін.